Директорлар кеңесінің Ақтоғай жобасының бекіткеніне 1 жыл толды. Осы уақыт ішінде әлемдегі игерілмеген ең ірі кеніштердің бірі болып саналатын Ақтоғайда біршама жұмыс атқарылды. Үйінділерді сілтісіздендіру зауыты мен кен байыту фабрикасы аумағында нысанның іргетасын құюға дайындық жұмыстары басталды. Өндіріске қажетті негізгі қондырғыларды сатып алына бастады. Құрылыс алаңын электр қуатымен қамтамасыз ететін қосалқы станция іске қосылды. Вахта қалашығының құрылысы басталды. Кесте бойынша 2014 жылы мұнда үйінділерді сілтісіздендіретін зауыттың құрылысы аяқталуы тиіс. 2015 жылы тотықталған кеннен мыс өндіріліп, 1 жылдан соң сульфидті рудадан мыс алынады. Уникальность проекта заключается в том, что здесь... Бұл жердегі аса көп мыс қоры шоғырланған. Жобаның бірегейлігі де осында. Мыс қоры 5 миллион тоннаға жуықтады. Бірақ рудадағы мыстың үлесі аз. Бар болған 0,33%-ға ғана. Сондықтан бұл кенішті бұған дейін ешкім игермеген. Себебі аталған кеніштегі мысты дәстүрлі технологиялар арқылы өндірген жағдайда оның өзіндік құны тым қымбатқа түсетін. Біз мұнда посткеңестік кеңістік аумағында бұрын соңды қолданылмаған технологияларды пайдаланамыз. Мұнда қолданылатын қондырғылар да әлем кеніштерінде пайдаланылатын жабдықтардан едәуір үлкен. Операциялық жұмыстарға Ақтоғай командасына қосылуға ниет білдіріп, арнайы іріктеуден өткен Қазақмыс тобының өз қызметкерлері қатысады. Ақтоғай кенішінде шамамен 1,5 мың адам жұмыс істейді.